Жақсы, балалар, сендерге осындай тамаша жұмыс жасағандарыңа балалар, менен от шашу. Сендерді осылайша бағалағым келеді. Рахмет көп. Енді балалар келесі кезекте, қазір мен демонстрация жүре қояйын да. Так, енді балалар сендерге мен назарларыңа Так, қазір балалар, назарларына мен Лёленька әдісі бойынша сендерге мынандай бір ойын түрін ұсынбақшымын. Менің экраным көрінді ме, Лёленьканың экраны сендерге? Балалар, мен сендерге қазір пазл әдісі бойынша мына бір тапсырманы орындатқым келеді. Сұрақ негізінен өзіміз өткен тақырыпқа байланысты болады. Бірінші сұрақты, бірінші қоямын. Қаныш Сәтбаев кім? Қанеке, білетін балалар жауап берсеңдер болады. Ойынның шарты бір сұраққа 3 дұрыс жауап бар. Табуларың қажет. Қаныш Сәтбаев кім? Бірінші. Академик. Академик, минералогия ғылымдарының докторы. Және геолог. Қоғам қайраткері. Тамаша. Және геолог ғалым. Қоғам қайраткері. Жақсы. Екінші сұрақ, екінші топқа. Ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаев дүниеге келген жер қайда туды, Сержан? Баянауыл ауданында. Баянауыл ауданы қай облыста? Павлодар облысы. Павлодар облысында. Және ол кісінің дүниеге келген ортасы Имантай бидің отбасы еді. Келесі, қазақтың Қанышы роман эссесінің негізгі бөлімдері, және өздерін талқылаған негізгі бөлімдер. Ұлытау жотасында. Ұлытау жотасында. Алатау баурайында және Баянауыл аясында топ талдады. Келесі балалар, осы роман эссенің авторы кім? Медеу Сәрсеке. Олай болса, Медеу Сәрсеке туралы қандай мәлімет білеміз? Осы қайда дүниеге келді? Шығыс Қазақстан облысы Абыралы ауданында туған. Және Алматыда Металлург институтында инженер-металлург мамандығында жұмыс. Тамаша. Және ол кісінің романдары Жаңғырық және Күнбе деген романдары бар екен. Жарайсыңдар балалар. Енді біз пазлды ашқан кезде кімнің суреті шықты? Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев. Яғни өзінің айтқан мына бір өнегелі сөзін алып отырмын балалар. Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кені жарқырату үшін еңбек керек, қол мен ой қимылы қажет деген екен. Олай болса, балалар, тамаша. Келесі кезекте балалар. Сендерге не көрініп тұр? Қазір мен слайд көрінді ма? Жақсы. Жаңа жауап қойған едім ғой. Жақсы балалар, олай болса, біз бүгінгі сабақта Қаныш Сәтбаевтың өмірі жайлы жазылған роман эссенің мазмұнымен толықтай таныстыңдар. Ендігі кезекте балалар, бүгінгі сабақта барлықтарыңа белсене қатысқандарың үшін рахмет. Марапаттап қояйық қанеке бір-бірімізді, қошеметтеп. Тамаша. Сендердің алдарыңа балалар, мен келесі кезекте 3Q әдісін ұсынғым келеді. Слайд көрініп тұр ма? Жақсы. 3Q әдісі бүгінгі сабақта не қызықты, не құнды, не қиын болды? Ауызша айтсаңдар болады. Слайд емес, бағанақ көрініп тұр. Бағанақ көрініп тұр ма? Жақсы, қазір 3Q әдісі айтсаңдар болады. Не құнды, не қиын, не қызықты болды? Кім айтады? Қызықты не болды бүгінгі сабақта? Топпен жұмыс жасау. Топпен жұмыс жасау қызық болды. Және тағы да? Енді көрінді ма?
тест сұрақтарын орындау. Тапсырмалар орындау қызықты. Не құнды болды? Онда Қаныш Сәтбаев туралы ақпаратты жинау. Тамаша. Я қазақтан Және шыққан видео тұңғыш сәрсеті. академик жайында біліп жатырмыз. Ал сендер үшін не қиын болды, балалар? Тапсырмалар қиын болды ма? Жоқ. Жоқ. Жақсы. Олай болса, балалар, сөзімнің соңын мына бір өнегелі сөзбен аяқтағым келеді. Алыпты алып қана арқалай алады. Абайдай данышпанды Мұхтар Әуезов әлемге танытты. Ал Сәтбаев тұлғасын медеу сәрсекке ұлықтаған ойшыл жазушы Әзілхан Нұршайықовтың сөзімен балалар бүгінгі сабағымды аяқтағым келеді. Олай болса, назарларыңызға рахмет. Сабаққа қатысқан оқушылар барлықтарыңызға алғыс айтамын. Көп рахмет. Оқушылар шыға берсеңіздер болады, апайлар қалады. Sağ olunuzlar apay. Сау болыңыздар. Сабаққа керемет қатыстыңдар. Рахмет. Ал құрметті әріптестер, маған кері байланыс берсеңіздер. Бек шыға ғой. Жақсы. Слайдыңызды өшіріңіз, Аймаққа Сағатайымнан. Әріптестер өздерінің пікірлерін айтсын, сосын неге чатқа да жазып отырсаңыздар болады. Өз ойларыңызды біздің әріптестеріміз. Рахмет кері байланысыңызға. Айнұр апай, сабағыңыз өте тамаша, рахмет. Біз сияқты жас мамандарға өте үлгілі сабақ болды. Өзіме мысалға енді болашақта осыны жасасам деген дүниелер болды. Жақсы екен, осындай сабақтарға негізі көп қатысқан жақсы ғой. Жақсы, Екі жегейлік учесть дейді ғой бізде. Рахмет сізге, сабағыңызға көп. Айнұр, сабағыңа рахмет. Зал-залға бөлгенің ұнады. Жақсы, Әли апай. Чатқа жазып отырсаңыздар, мен яқтан түсіріп отырмын, құрметті әріптестер. Жақсы ағам, ұнады, өте жақсы екен, балаларға сондай бір құнды жақсы дүние екен. Кейінді өзімізге қолдануға алып отырмыз. Рахмет, еңбегіңе жеміс болып тілеймін. Жұмысың табысты болсын, биіктен көріне бер. Рахмет. Айнұр Сағатаевна, сабағыңызға көп рахмет. Тамаша әдістер қолдандыңыз. Қызықты, балаларға да өте қызықты болды осы әдістермен жұмыс жасау. Рахмет. Біздің әріптес мектептерімізде не айтасыздар, болмаса жазыңыздар, мына жақтан сіздер қатысып отқандарыңызды көріп отырмын. Нар әріптес рахмет, Фазыл әдісімен ой қорыту қызықты дейді. Рахмет. Әсел әріптесіме рахмет, сабақ қызықты. Жақсы. Басқа мектептерден қатысып әріптестер Айдын Шоқпаров деген кісі отырмын да, Марат Будауов. Сіздер не айтасыздар? Естімей жатыр, ештеңе. Жақсы, чатқа жазсаңыздар болады. Мияқтан. Басқалар шығып кетті ме? Түсінбеппін, жазып жатыр екен. Біздің аудандық білім бөлімінен де қатысып отыр, құрметті әріптестер. Так. Тағы айтатындар бар ма? Біздің әріптестеріміз басқа мектептен келіп отыр, қатысып отырған. Жақсы, рахмет әріптестер. Олай болса, келесі сабаққа дайындалайық. Келесі кезекте бізде қазір Амангүл апай сабақ береді. Тарих сабағына сағат 10-да болады. Сабағыма қатысқаныңызға көп рахмет барлықтарыңызға. Айнұр Сағатайымның сабағыңыз өте керемет болды. Жаңа әдіс Ленинкапқа сол бойынша өткізгенде, мінекей балаларды бір жағынан шынында да бір қалыпты емес, әртүрлі тәсілдерді қолданып өткізген, мынау қазіргі қашықтан оқу жағдайында да өстіп сабақ беруге болатын мүмкіншілік болып тұр. Рахмет, сабағыңызға көп. Шығармашылық табыс тілеймін сізге. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар әріптестер. Көп рахмет.